мен типажыма келетін болса, мен өзімнен требуется ететін барлық нәрсені жасаймын. Амалдарын жасап көремін, танысып көремін деген сияқты. Ол 1 айға созылуы мүмкін, 1,5-2 айға созылуы мүмкін. Бірақ енді ол махаббат, сезім, ол поэтапно жүретін нәрсе ғой балауса ханым. Басында ұнатушылық болады. Одан соң сәл де болсын сен жақсы көре бастайсың, ақырында бауыр басасың. Одан соң сенің бүкіл характерің мен оның характері сен болмысын толықтай қабылдайсың да. Мен сол этаптардың барлығынан бір адаммен өттім деп ойламаймын мен сезон бойы. Мен бір адамды если құлай ғашық сүйсем, мен сол сезондардың бірінде мен үйленіп кетер едім. Барлығына себеп енді қатты сезімнің болмағаны. Барлығына дегенде балауса ханым мен бір 10 адаммен жұп болдым деп ойламаймын. Мен жұп болған адамдар өте аз. 1-2 адам шығар, ал сәл де болсын симпатия болған жандар тоже бірең сараң. Ол енді ол жақта бір адамнан мен доверять етсем, бір адам менің сәл де болсын сол довериеме опасыздық жасады деп ойлаймын. Біреумен шынайы бір кей кезде алдап жіберуі мүмкін, или өзімнен болуы мүмкін бір қателіктер. Енді ал адамның дегені емес, ол Құдайдың дегені болады ғой. Жақсы. Нұрсұлтан. Балауса ханым, саламатсыз ба, өте сұлу болып тұрсыз. Қырғыз елі, қазақ елі, Қарақалпақстан барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бірақ та мына жақта енді Ернарды білеміз ғой, жақын араласамыз деген сияқты. Ернардың бір аузынан осы қыз туралы бір жаман нәрсе естімедім, тек қана мақтау, мадақтау. Ой, қандай күшті қыз, қандай осындай деп ішкі сырмен бөліседі да. Бірақ та мына жақта бір жаман ауыр жатыр мына жақтан мағанша, сол жағымнан бір қатты бір қарланып, бұлттанып, аспаннан жаңбыр жауып жатқан сияқты бір сондай бір дүние болып жатыр да, мен мына жақта енді түсінбеймін, ол адам бір өз-өзін уже таппай жүрген сияқты ма, балауса ханым? Кімді айтып отырсыз, Нұрсұлтан? Аяулым? Бәрлеріңіз байқаған шығарсыздар енді, эмоциясынан Ернар шыққан кезде қабағы түйіліп кетеді, бір кездесу видео болып жатса да бүйтіп шетке қараққа, бүйтіп көз төмен түсіп кетіп деген сияқты. Аяулымның көңіл-күйі бұзылып кеткен сияқты деп тұрсыз ба? Иә. Жоқ, балауса ханым, сәлеметсіз бе? Жоқ, мен бүгін келгелі өзім көңіл-күйім болмай тұр, кішкене ұйқым қанбады да, ондай дым жоқ. Өзімнің настроением сондай болып тұр, білмеймін. Нұрсұлтан, неге өйтіп айтып жатсың мұнда, мен түсінбей жатырмын да. Балауса ханым, қонып Нұрсұлтан? Нұрсұлтан, неге өйтіп айтып жатсың дейді, неге? Неге дегенде аяулым енді білеміз ғой, алдында да қызарып үміткер келген кезде Ернарға үміткер келді ғой, бірінші бопшы. Сол кезде мына жақта қызар бетінше алай-дүлей болып ішкі бір адам бетіне шығады ғой балауса ханым, адам қызғанған кезде, адам бір эмоциясы шыққан кезде, менікі де шықты ғой кеше деген сияқты ғой. Барлықтарыңыз білдіңіздер ол дүниені. Сондай сияқты аяулым дәл солай сенде болып жатыр да ол дүние. Жоқ, енді ондай қабаққа қарасақ, әрқайсына қарап әртүрлі нәрсені айтуға болады. Жоқ, балауса ханым. Көңіл-күйі болмай отырау, басқау деген сияқты, бірақ нақты бір аргументіңіз болмаса, жоқ, балауса ханым, айтып керек емес. былай ғой, мен енді аяулыммен енді жақын араласамыз ғой, бірақ та мен именно шыққан сайын, именно Ернар шыққан сайын оған дейін де қарап тұрамын ғой енді. Бірақ та именно Ернар шыққан кезде мен бірінші жұмысым мен аяулым бір реакциясына қарап қаламшы. Сол кезде мен байқалады ғой балауса ханым. Нұрсұлтан, былай жасайық. Олай айтатын болсаңыз, мен сіздің ойыңызды тыңдамай-ақ та қояйын. Неге? Себебі сіз өткен жолы бір-бірлеріңізді шығарып салып, бір жүредіңіздер ғой, төртеуіңіз бірге. Мүмкін сол кезден бір нәрсе байқаған шығарсыз, немесе басқа бір нәрсе білетін шығарсыз, немесе аяулым бір нәрсе айтты ма сізге? Балауса ханым, Нұрсұлтанды тыңдап жатырмын. Бір нәрсе айтты ма деген кезде сол қызғанып қалғаны болған ғой балауса ханым, үміткер келген кезде соған айтып жатырмын да мен. Сізге айтты ма мен қызғанып қалдым деп? Жоқ, енді мына жақта тұрып білейін деп бетін ұстағандай деп білетін еді ғой балауса ханым. жоқ, Нұрсұлтан, қоса кетейінші, балауса ханым. Нұрсұлтан, сен мен ішіме кіріп шыққан жоқсың ғой, дұрыс па? Ол адамның несі бола береді, настроениясына қарай ғой. Сен мен біріншіден ішіме кіріп шыққан жоқсың. Ол кезде мен айтқан пікірім, балауса ханым, ол менің лично өзімнің айтқан пікірім. Енді сонда мына жерде әрбір адам пікір айта берсе, сол адаммен қоса бересіңдер ма? Аяулым, ол ішіңе кіріп шығудың керегі жоқ ау, сыртыңа шығып жатыр ғой уже ол мысалы да. Ішке кіріп шығып бойынша, мысалы үміткер келген кезде, белгі көтерген кезде де бұл таныстық алысқа бармайды. Кім айтты, ну не айтты ма, сен айттың ба? Мысалы да сөйтіп бастайды. Өйтіп аргументтерді алай былай келтіре беретін болсақ, негізі осы Ернардың әдемі таныстығына бір осы аяулымның кесірі тиетін сияқты болып отыр қазір менің ойымша ше. Негізі бұған дейін де Ернар жақсы арақатынас жасаған, жаңа өзіңіз де сөзіңізде айтып қалдыңыз. Бірақ жақсы арақатынастардың бәрін осындай ортада отырған қыздар бұзатын еді да, Ернардың ойын бұзып жібереді да осындай қыздар ше. Сенің жақсы көрмесең, ұнатпасаң, сен тамақтануға бардың. Сенің
жүзіңнен көрініп тұр ғой уже мына жерде әдемі кездесу болды. Ана қыздың орнында мен болу керек едім деген өкініш бар ғой сенің жүзіңде. Нұржан, жоқ жерден неге мені қосып жатсыңдар? Мына жерде қараңдар, сендер өздері мені қостыңдар, бұл жерде отырып алып, енді маған бір нәрсе айтып отырсыңдар. Кішкене адамда логика болу керек қой. Сен жанында жүрмесең, онда реакция көрсетпесең, біз қоспаймыз. Біз Айжанды қоспаймыз оған, онда оған. Жоқ, барлығыңыз айтып жатсыздар ғой, аяулымның құрбысысыз ғой,